Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қарапайым ғана ингредиенттерден тұратын, өте дәмді, оңай жасалатын күнделікті салаттардың бірін көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар, видеоның соңына дейін қарап шығыңыздар. Бұл салатты қайнатпайсыздар, буламайсыздар. Бізге қажетті ингредиент ол 200 грамм сәбіз, 1 килограмм қырыққабат, сарымсақ, бұрыш, лавр жапырағы, қант 50 грамм, сірке су 9%, қайнатылған суыған су, иісі жоқ сұйық май және тұз. Алдыменен қырыққабатты жегенге ыңғайлы етіп турап аламыз. Бұл салатты қысы болсын, жазы болсын, кез келген уақытта жасай берсеңіздер болады. Өте оңай, тез жасалады, әрі өте дәмді. Міне осылай турап шығамыз. Сіздер майдалап төртбұрыштеп те турасаңыздар болады. Ал енді сәбізімізді осылай күштен өткіземіз. Сәбізді көбірек қоссаңыздар да болады. Міне дайын болған сәбізімізді қырыққабатымызға қосамыз. Ал енді дәмдеуіштерін қосамыз. Ең бірінші мен тұз қостым. Тұзды өздеріңіз татымына қарай қосасыздар. Мен 2 ас қасық толтырмай тұз қостым. Және 50 грамм қант. Қантты міндетті түрде қосамыз. Лавр жапырағы бұрыш, 200 мл су, 80 мл 9%-лық сірке су қостым. Сарымсақты осылай үкіштен өткізіп қосамыз. Енді иісі жоқ 100 мл сұйық май. Міне, енді жақсылап араластырамыз. Қатты мыжып араластырудың қажеті жоқ, тек ингредиенттеріміз жақсылап біріксе болды. Араластырып болғаннан кейін міндетті түрде салқын жерге қоясыздар. Бір күн салқын жерде тұруы қажет. Ингредиенттердің бәрі бірімен бірігіп, өте дәмді болып шығады. Достар, жасап көріңіздер міндетті түрде. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Видео ұнаған болса, рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған Сана Сұлтан каналы. Көріскенше достар.